Сәлем достар, сіздермен осындай бір жасағаннан сәтті шығатын су мен сүтсіз жасалатын блинчиктің рецептісімен бөліскім келеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте керемет күшті болып шығады. Бізге 300 грамм қатты қайнап тұрған су керек болады. Орташа шай қасықпен тұз, орташа шай қасықпен ас содасын салып жақсылап араластырып аламыз. Біздің блинниларымыздан ас соданың дәмі шықпау үшін бізге бөлек жылы су керек болады. Бөлме температурасындағы 3 жұмыртқаны жарып, осылай жақсылап венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Жаңағы қайнаған суымызға осылай 5 ас қасық шекеріміз салып қоямыз. Бірден салғандарын жөн, мен ұмытып кетіппін. Бір шетке аламыз, бұл араластырып. Жаңағы жылы суымызға жұмыртқамен араласқан соған 3 ас қасық сұйық май құямыз да 250 грамм өлшеп ұнымыз саламыз. Ұнды бірден салып жібермеңіздер, осылай електен өткізіп 2-3 бөліп саласыздар. Бірден салып жіберсеңіздер, іртік-іртік болып қалады блинниларымыз. Осылай жақсылап араластырасыздар, тоқтамастан тез жұмыс жасауымыз керек болады. Достар, жасап көріңіздер, өте керемет күшті болып шығады. Жаңағы қайнаған суымызды жайлап құйып, араластырып тұрасыздар. Өте керемет күшті болып шығады, маған ұнады осы рецептпен. Бізде осындай сұйық масса болды. Блинницамызды алдын ала қыздырып аламыз да, бірінші пісірер алдында сұйық май жағып шығыңыздар. Сол кезде блиннымыз жабыспай шығады, тек басында жақсаңыздар болды. Осылай аударып пісіре бересіздер. Бізде көріп тұрғандарыңыздай күшті шығып жатыр. Өзіме осы рецепт ұнады. Мен вообще блинны пісіре алмайтын адаммын ғой, негізі маған рецепт ұнады. Осылай араластырып пісіріп ала бересіздер. Отбасыма да ұнады, өте керемет күшті болып шығады. Сәтті бір жасағаннан шыға береді. Осылай пісіріп, аударып ала бересіздер. Кішкентай табамен пісірсеңіздер де болады. Мендегі таба 24 диаметр болды. 20 диаметр, 22 алсаңыздар болады. Мен осындай дүкеннен творог алдым. Жарты килограммдай. Начинкасына творог салғым келеді. Шамалы шекер, қаймақ салдым, араластырып. Осылай жақсылап араластырып, ортасына сала береміз бір қасықтан. Іш жағын қаратасыздар. Астыңғы жағын осылай бетіне қаратып, әдемі жағын сыртына қаратып, осылай ішіне салып, неше түрлі начинка салсаңыздар да болады. Кез келген етпен, фаршпен, санарақұлақпен де жасай беруге болады. Өз еркіңіз, тауықтың етімен де болады. Достар, менің каналымда көптеген рецепттер бар. Қарасаңыздар болады. Қоңыраушаны басып, менің рецепттерімді жіберіп алмас үшін. Менің рецепттерімді өткізіп алмаңыздар. Ас болсын, сау болыңыздар.